Армысыз, құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Нұрғалиева Раушан. Арнайы Мұғалжар газетінің YouTube каналы үшін. Бүгін біз Мұғалжар аудандық тұрғындарының арасында сұрақ-жауап өткізбекшіміз. Ендеше кеттік. Мұғалжар газетінің бүгін бізде сұрақ-жауап айдары еді. Сізге сұрақ қойсам болады ма? Сен сұрақ қоймасам болады. Ақтар, сіз әкім болсаңыз не өзгертер едіңіз? Енді бұл жағын шынымды айтсам ойлап көрмеппін. Бірақ әкім болуға да ұмтылмаймын. Кім болсам, егер енді жалпы барлық айтады ғой, халықтың жағдайын жасай білсек, не болса да. Мен әкім болсам, ауыл жерлердегі жолдарды дұрыстайтын едім. Және осы Қандыағаштағы осындай үйлерді сырттарын дұрыстап жаңартатын едім. Себебі бұл үйлердің іштері жаңарғанмен сырттары әлі жаңарған жоқ. Соларды дұрыстайтын едім. Және осы қаланың және басқа да ауыл қалалардың қауіпсіздік шараларын жасататын едім. Рахмет. Сізше? Егер осы Қандыағаштың әкімі болсам, бірінші осы тротуарларды дұрыстайтын едім. Сосын дұрыс заң шығаратын едім. Өйткені бізде Қандыағашта мысалы Әйгерім жақта да парк қойды, ол сразу бір жылға жетпей құртылып қалады. Соларды үнемді қарауға, дұрыстап қарауға заң шығаратын едім. Және де Ақтөбе мен Қандыағаштың жолын дұрыстайтын едім. Рахмет. Сізше? Егер мен осы Қандыағаш қаласының әкімі болатын болсам, жолдарды дұрыстап және де табиғат аясын шашпауға беріп беремін. Үй салып, ауруханаларды ашып, кедей адамдарға ақша беріп, сөйтіп көмектесетін едім. Мен әкім болсам, Қандыағашта спирт зауытының сасығын жоқ қылар едім. Тек сол менің. Мен деген балдарға бассейн, спортивный комплекс, чтобы балдар барып, дамуға сондай жағдай істеледі. Енді халықтың жағдайына қарайсың ғой, халықпен санасу керек қой. Ең бірінші жүретін жаңағы жолдарды дұрыс қылу керек. Бұлай жалпы бірақ Қандыағаш жақсы болып келе жатыр енді көптің. Алдындағы әкім енді күшті жүрсе дейді бастамасын. Бұл әкім де әзір білмейміз. Бұл да жақсы болады шығар екен, сияқты ғой. Потому что мыналардың бәрін жақсы қылды. Бірақ біздің өзімізді халқымыздың да жаңағы не ғой енді, үйден тәрбие болу керек, балаларға айтып отыру керек, жан-жағыңды жина, көбейтпе. Қандай сұрақтар? Сіз әкім болсаңыз не өзгертер едіңіз? Үйлердің алдына асфальттарды салып, отыратын орындықтар, мусорларды, үйдің алдындағы мусорлардың бәрін өтеп. Сіз әкім болсаңыз не өзгертер едіңіз? Әкім болсам да? Иә. Бәрін өзгертер. Жүйенің бәрін өзгертер. Сіз әкім болсаңыз не өзгертер едіңіз? Ойланып сұрақ дейді. Сұрақ жауап беремін. Сіз әкім болсаңыз не өзгертер едіңіз? Жол саламыз да басқа не етеміз. Жолдан басқа не бар? Жол деген мына көрмейсің. Басқа шыңын, бақы нормальный. Қандыағашта дұрыс тәртіп енгізер едім. Мен осы ақша берді. Бүгін бізде сұрақ жауап айдары. Сіздерге сұрақ қойсам болады ма? Не сұрақ? Сіз әкім болсаңыз не өзгертер едіңіз? Білмеймін, оны ойлап тұрмақпыз. Ойламақпын да даже. Никакой. Мына милициялар қойшы жаңа оқыған балдарға. Құрметті көрермендер, осымен біздің сұрақ жауап айдарымыз мәресіне жетті. Алдағы уақытта кездескенше назарларыңызға рахмет.